Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 7 Астана мұхит бағы. Мәтінді оқып, ондағы мәліметтерді ауызекі сөйлеу стилінде әңгімелеңдер. ТМД елдері ішіндегі алғашқы мұхит бақ Астана қаласында ашылды. Бұл мұхиттан 3000 шақырымнан аса қашықтықта жатқан әлемдегі жалғыз океанариум. Мұхит бақтың сыйымдылығы 3 миллион литр. Мұхит суын әзірлеу үшін 120 тонна теңіз тұзы пайдаланылған. Әлемнің әр түкпірінен теңіз жануарларының 100-ден аса түрінің 2000-нан аса данасы әкелінген. Мұнда арнайы жасалған 11 шақырымдық құбырлар, 34 күшті сорғы, 6 құм сүзгісі, судың химиялық құрамы мен мөлдірлігін қамтамасыз етіп тұратын су тазартқыш мұхит бақ мекендеушілердің тіршілік етуіне қамтамасыз етіп тұрады. Мұхит бақ үлкен аквариумнан және әртүрлі көлемдегі 11 аквариум бар 2 көрме бөлімнен тұрады. Мұхит бақтың ең қызықты бөлігі үлкен аквариум. Оның түбінде жылжымалы жолмен жабдықталған 70 метрлік әйнек өткелі бар. Әйнегінің қалыңдығы 7 см. Осы суасты өткелі арқылы теңіз түбімен жыртқыш акулалардан қол созым қашықтықта серуендеп жүре аласыз. Мұнда мұхит бақтың ең үлкен мекендеушілері акулалар, алып теңіз алабұғасы және басқа да балықтарды көріп тамашалауға болады. Сен білесің бе энциклопедиясынан? Енді сұрақтарға жауап берейік. Астана қаласында ашылған мұхит бақтың ерекшелігі неде? Мұхит бақты мекендейтін балықтардың өмір сүру үшін жасалған жағдай сендерге қандай ой салды? Мұхит баққа келушілерді таңғалдыратын өткел туралы не білесіңдер? Мұхит бақтың ерекшелігі ол мұхиттан 3000 шақырым жерде орналасқан. Бұл жануарларға деген ерекше қамқорлықты білдіреді. Бұл өткел арқылы су астындағы жыртқыш акулаларды қол созым жерден тамашалау мүмкіндігіне ие боласыз. Екінші тапсырма жазылым. Оқылым мәтіні бойынша бір-біріңмен 3 қадамды сұхбат алыңдар. А оқушы В-дан сұхбат алады, ал С оқушы олардың сұрақ-жауабын жазады. В оқушы С-дан сұхбат алады, ал оқушы олардың сұрақ-жауабын жазады. С оқушы А-дан сұхбат алады, ал В оқушы олардың сұрақ-жауабын жазып отырады. Сұхбат үлгісі. А оқушы: Астана қаласындағы мұхит бақ туралы не айтасыз? В оқушы: мұндай океанариум ТМД елдері бойынша бірінші болып Астана қаласында ашылды. А оқушы: мұхит баққа келушілер көп пе? В оқушы: иә, қазіргі таңда мұнда халық өте көп. Арнайы өткел арқылы судағы неше түрлі балықтарды көруге көпшілік қызығушылық танытады. Тағы басқа. Артық болмас білгенің. Аквариум латынша аквариум, су қойма. Су жануарлары мен өсімдіктерін өсіруге және зерттеуге арналған шыны ыдыс. Оның кейбір түрін дельфинарий, океанариум деп те атайды. Олардың пішіні мен құрылысы әртүрлі болып келеді. Аквариумдер балықтардың табиғи жағдайына сәйкес жабдықталып, онда өсімдіктер де өсіріледі. Әдетте арнаулы құралмен аквариумға ауа жіберіліп, суы мезгіл-мезгілмен ауыстырылады. Аквариумда ғылыми зерттеу жұмыстары да жүргізіледі. Мысалы, гамбузия балығын жерсіндіру аквариумда зерттелді. Соның нәтижесінде оңтүстік Қазақстанның кейбір аудандарында гамбузия өсірілетін болды. Үшінші тапсырма: деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей: артық болмас білгенің айдарымен берілген мәтінді түсіндірме жасау арқылы оқып, тамаша идеялар әдісімен түсіндіріңдер. Екінші деңгей: мәтін мазмұнындағы деректерді кластер әдісімен топтастырып, бірнеше тілге аударыңдар. Үшінші деңгей: ақпаратты сүзіп алу әдісімен энциклопедиялардан аквариум туралы мәлімет жинақтап ой бөлісіңдер. Бірінші деңгей: аквариум тек балықтарды өсіріп тамашалауға мүмкіндік беріп қана қоймай, онда балықтарды жерсіндіру жолдары да зерттелетіні туралы жаңа ақпарат алдым. Мүмкін аквариумде балықтарды өсіру, оларды көбейту жолдарын да зерттеуге болатын шығар. Екінші деңгей: аквариум су жануарларын өсіруге арналған шыны ыдыс. Аквариумде өсімдіктер де өсіріледі. Аквариумде ғылыми зерттеу жұмыстары да жүргізіледі. Осы 3 ақпаратты орыс және ағылшын тілдеріне аударып жаздым. Үшінші деңгей жауабы. Аквариум туралы деректер. Дүние жүзіндегі ең қымбат аквариум алтын айдаһар, құны $5 миллион. Екінші: алғашқы аквариумдер Англияда 19 ғасырдың бірінші жартысында жасалған. Үшінші: ең ұзақ өмір сүрген аквариум балығының жасы 88 жыл.
Төртінші тапсырма. Қазақстанның 7 кереметі туралы мәлімет жинаңдар. Термин және кәсіби сөздерді анықтаңдар. Таңбалы тас суреттері, қола дәуірінің тасқа салынған суреттері. Алтын адам, Есік қаласынан табылған тарихи жәдігер. Қазақтың киіз үйі, көшпелілер құрастырған баспана түрі. Домбыра, көшпелілер арасында ең көп тараған музыкалық аспап. Яссауи кесенесі, Түркістан қаласының ең танымал ғимараты. Маңғыстау жерасты мешіті, Бекет ата мешіті деп те аталады. Астана бәйтерек монументі. Мұнда асты сызылған сөздер термин сөздерге жатады. Бесінші тапсырма. Белгілі бір тақырып аясында диалог құрастырыңдар. Шарты: мәтінде кәсіби және термин сөздер болсын. Досым, сен балық аулауға қызғасың ба? Иә, мен балық аулағанды ұнатамын. Ол үшін балық аулайтын мынадай құралдарың болуы қажет: қармақ, ілмек қысқыштары, қабадан, сылауыш, абақ, ау, тағы басқа. Иә, дұрыс айтасың. Сенің ауылыңдағы өзенде қандай балықтар кездеседі? Біздің Сырдария өзенінде сазан, көксерке, мөңке секілді балықтар кездеседі. Мұндағы кәсіби сөздер: қармақ, ілмек қысқыштары, қабадан, сылауыш, абақ, ау. Ал термин сөздер: сазан, көксерке, мөңке деген балық атаулары термин сөздерге жатады.